Келін болу әдебі. Әрбір қыз бала бой жетіп, әке-шешенің аясында бұлақтаған дәуренін қалдырып, басқа бір елге келін болып түсіп, келіншек атанады. Өз шаңырағын көтеріп, үй мен шаруаға иелік етіп, түтін түтетеді. Ана болып өмірге перзент әкеледі. Жарық ұшып, ана болу қыз баланың мақтанышы, әрі бақыты. Бұған әсіресе әке-шешесі қуанады. Қалыңдық үшін де болашақ күйеуінің негізгі қасиеттерін білуі шарт. Мінез құлқы, әдет дағдылары, ой өрісі мен мәдениеті, білімі мен инабаттылық болмысы, талабы мен талғамы, денсаулығы, жақсы жаман әдеттері, ала бөтен қылықтары, тағы да басқа жайында білу өте маңызды. Келіннің бойында болатын негізгі тиісті қасиеттер: сыпайылық, мейірбандық, адалдық, сезімталдық, еңбекқорлық, жауапкершілік, ашық қабақтылық, дәмді тағам әзірлей білу, өтірік айтпау, өз ер азаматына деген қамқорлығы, өз енесін анасындай құрметтеу керек. Керек кеңес: енеге деген қарым-қатынасыңызды түзеткіңіз келсе, бірінші өзіңізге деген қарым-қатынасты дұрыстауыңыз қажет. Сіз өзіңізді сыйласаңыз, өзгені де құрметтейсіз. Енеге деген құрметіңізбен, ашық жүрегіңізбен, әрдайым жылы сөзден бастап, сыйлықтарға құшағын толтыра біліңіз. Енесін жаман көретін қыз-келіншектер бірінші өз қателіктерін ойлауы керек. Мүмкін мен дұрыс әрекет жасамаған болармын деп. Ешқандай ене өз келініне жаман болсын деп ұрыспайды. Қатені түзетуге тырысады. Мүмкін енеңізде өз қатесін түсінер. Уақытты күтпеңіздер, кішіпейіл болыңыздар, қыз-келіншектер. Қыздың, демек болашақ келіннің қолынан іс келуі міндетті жағдай. Салақ әйелдің үйінен сабақты ине табылмайды. Олақ әйел оймақшыл, жібекті түте білмеген жүн етеді. Салақтан олақ жаман. Ана көрген тон пішер. Қыз еркем кестесімен көркем. Тағы да басқа мақалдар соны білдіреді. Қысқасы, келіннің келуімен отбасында оның әсері сезілер болсын. Келіннің қолынан татқан тамақ, ішкен шай бапты, дәмді көрінсін. Үйдің іші де бұрынғыдан гөрі әдемі, ыдыс-аяқта бұрынғыдан гөрі таза, төңіректе бұрынғыдан гөрі жинақыретті болсын. Кез келген, келіп кеткен адамдар келіні жақсы үйдің керегесі алтын деген рас ау десін.